Сәлем магистрант, бүгін біз сіздермен педагогика пәні бойынша келетін тақырыптық талдауды бастаймыз. Олай болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз педагогикалық кәсіп пен іс-әрекетке жалпы сипаттама. Осы бөлімде біз осындай 5 тақырыпшаны қарастырамыз. Олай болса, бірінші біздің тақырыбымыз кәсіп пен мамандық туралы түсінік. Бұл тақырыпта не айтылады? Жалпы кәсіп туралы, мұғалім мамандығы туралы, педагог туралы айтылады. Кәсіп дегеніміз бұл адам белгілі бір біліммен, дағдыны меңгеруін және соған сәйкес қабілеттерді, қасиеттерді болуын қамтамасыз ету үшін қоғамға қажетті іс-әрекеттерінің тарихи пайда болу формасын атайды. Сухомлинский де осы мұғалімдік мамандық туралы өз пікірін қалдырған болатын. Екінші біздің тақырыбымыз педагогикалық мамандықтың пайда болу және қалыптасуы. Бұл туралы сіздерге алдыңғы видеода айтылған болатын. Бұл жерде не айтылады? Бұл жерде педагогтар қосатын Әл-Фараби 200-ге жуық еңбегі бар және Европадағы ең бірінші болып балалар мен мұғалімдерге арналған оқу құралдарын жазған неміс педагогы Ретке болатын деген маңызды ақпарат осы. Және төмендегі педагогтар осы педагогикалық еңбекті белгілі педагогтар өз еңбектерінде мұғалімге қойылатын талаптарды қарастырған болатын. Келесі біздің тақырыбымыз ол мұғалім еңбегінің профессиограммасы, мұғалім тұлғасының моделі ретінде дейді. Яғни бұл жерде белгілі педагогтар қарастырған осы мәліметтер беріледі. Өздеріңіз бір қарап шығыңыздар. Жалпы профессиограмма дегеніміз ол мұғалім мен тәрбиешінің идеалды үлгісі, моделін атайды. Мұғалімнің тұсына қойылатын талаптар, яғни мұғалім тұлғасына қойылатын талаптар жалпы 3-ке бөлінеді. Ол жалпы адамзаттық қасиеттер, кәсіби педагогикалық қасиеттер, арнайы пән бойынша білім, білік, дағдылар. Жалпы педагогикалық кәсіби міндет оқушының өз бетінше білім алуына бағыттау, тұлғалық қасиеттерді өз бетінше дамытуына жағдай жасау, көмек көрсетуді атайды. Келесі біздің тақырыбымыз кәсіби педагогикалық іс-әрекеттің мәні, құрылымы және мазмұны. Бұл үлкен тақырып. Педагогикалық іс-әрекеттер төмендегі кестеде берілген, бір қарап шығыңыздар. Осы бөлімде құзыреттілік және оның түрлері берілген. Ол құзыреттілік, коммуникативтік құзыреттілік, реттеушілік құзыреттілік, операциялық құзыреттілік және интеллектуалдық құзыреттілік, ақпараттық құзыреттілік және осы құзыреттілік бойынша сіздерге жеке терминдер берілген. Келесі, осы құзыреттіліктер негізі іс-әрекет қажет, мұғалімнің іс-әрекеті. Педагогикалық іс-әрекеттер, олар мынандай іс-әрекеттер бар. Педагогикалық конструктивтік іс-әрекет, ол оқу мен тәрбие материалдарын іріктеп меңгеріп алу, композициялау, жоспарлауға байланысты іс-әрекет. Екінші, ол ұйымдастырушылық іс-әрекет. Ұйымдастырушылық іс-әрекет дегеніміз, ол бір мезгілде мұғалім жобаларын практикалық тұрғыда жүзеге асыруы, әлдеқайда нақты жобалаудың шарты болып табылады. Үшінші, коммуникативтік іс-әрекет, ол яғни қарым-қатынас, оқушымен қарым-қатынасы. Келесі, ол төртінші іс-әрекет, гностикалық іс-әрекет. Бұл іс-әрекет дегеніміз, ол төмендегілерді қамтиды. Ол өз іс-әрекетінің объектісі, яғни оқушылардың көмегімен бұл іс-әрекет жүзеге асатын мазмұн, құрал, нысан, әдіс және өз-өзін жетілдіру, сонымен қатар өз іс-әрекетінің артықшылықтары мен кемшіліктері, яғни осы іс-әрекеттерді гностикалық іс-әрекеттер дейміз. Осы іс-әрекеттер мынандай қабілеттер болу керек мұғалімде, яғни
Педагогтың меңгеруі қажет осы іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін педагог мынандай қабілеттерді меңгеруі керек. Ол қандай қабілеттер? Дидактикалық қабілет, академиялық, перцептивтік қабілет, экспрессивтік қабілет, ұйымдастырушылық қабілеті, коммуникативтік қабілет, конструктивтік қабілет, қолданбалық қабілет. Жалпы сіздерге мазмұнын ғана айтып өттім. Тағы да бір рет видеоны көріп, қағазға түртіп алыңыздар, каналға қолдау көрсетіңіздер. Магистратураға тапсыруға аз күн қалды. Тақырыптық талдауды бүгіннен бастаңыздар.